Біз кеше мына екі шетін тоқыдық. Енді бүгін алдын тоқимыз. Мынау белгі қойғанымыздан бірінші, екінші, үшінші, төртінші ілмекке іліп, күршекпен жұмыс жібімізді алып шығамыз. Содан іліп алып, енді бір петле қалдырып, екіншісіне снакидан екеу іліп аламыз. Біреуден екеу іліп аламыз. Біреу, екеу. Енді мынау центрге қойғанымызды, ортаға қойғанымызды алып, осы жерге де снакидан екеу тоқимыз. Біреу қалдырамыз. Центріміз мынау. Үшеуден екеу аламыз. Бәрлік кроссовкіге мен үшеуден бастаймын осындай. Неге? Үш өрмеден бастаймын. Біреу қалдырамын. Келесіге снакидан. Сонда мына жерде бізде үш өрнек шықты. Біреу, екі, үшеу. Бір петлеға екі накид, бір петлеға екі, бір петлеға екі. Ал енді аяқтауымызды біреу қалдырып, келесіге іліп, осы жібімізді алып шыққан жібімізді мына жіптен алып шығып, одан кейін іліп, белгілеп қоямыз. Енді біз мына жерде екеуден алғанбыз. Біреу екінші ілмекке петлеға кіргізіп, алып шығып, іліп аламыз да. Енді үшерден мынау 1, 2, 3-тің соңынан кіргізіп, үшерден соңынан кіргізіп, екі снакидан аламыз бұл жерде. Келесі қатарымыз 4-еу болу керек. Енді мына екі өрнектің ортасына снакидан екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Келесі өрнектің ортасына біреу, екеу тоқыдық. Енді мына аяқтайтын жерімізді мінекей. Накидан мынау алынған бірі соңғы ілмегіміздің ортасына кіргізіп, снакидан біреу тоқимыз. Келесін іліп алып, жібімізді іліп алып, мынау жоқ, іліп алып, осы петленің астынан қайтадан шығарып, осы петленің астынан шығарып, енді 3 ілмек болды мынау күрчекта. 4-шісін мынау ілмектегіні іліп аламыз да, осыдан жұмыс жібімізді 3-еуінен іліп аламыз. Сөйтіп, енді 2-еуінен іліп аламыз. Сөйтіп, ана жақтан 2 петледан кейін алдық, мына жақта да 2 петледан кейін аламыз. 2 петледан кейін іліп алдық. Енді мынадан шығарып, мынау рабочий жібімізді қайтадан содан шығарамыз. Енді ілмегімізді қайтадан іліп қоямыз. Осындай, мен 2-2-ден ағам, мына жерге шейін менкі 10 болды, осы жерге шейін 2 петледан. Осындай ғып, әр қатарда мен 2-ден қосып кете берем, 10 болады, ана жақ сондай, ана кроссовкам сондай, сонда тура осындай немен мына жерге шейін алып келеміз. Мен мына жерде мына қатарым, мынау кроссовкамда 10 қатар болды, бұда да 10 қатар болды. Енді ең шетіне келдік, ең шетінен іліп, мына қара мен көктің жанынан қосылған жерінен іліп алып, рабочий жіпті алмаймыз, былай қалып, кейін ана жұмыс жібімізді алып көтереміз. Енді мынау арт жағын тоқимыз. Арт жағын арғы бетке шейін санап тоқимыз. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, çok oldu. 24 болды. Енді осыны біреу көтеріп аламыз төбеге. Біреу мына кроссовканың негізі 28 шығады, кейде 27 шығады размерлеріне қарай. Мына жерден үшеу асырып, сол жерге барғанша 23-тен тоқтау керек. 23-тен тоқтаған кезде мына екі кроссовка бүйтіп, мына екі шетіндегісі жапқан кезде жаңағы мынаны полный апарсаңыздар, жөнді тұру үшін 23-пен аяқталу керек. Менде қазір неде 24, мен бірақ бір петля қысқартам. Негізі нанның түбінен салу керек, мен келесіден алам. Сонда менде 23 болады. Ал егер сіздерде үлкен болып қалса, бір-екі қатардан кейін қысқартып 23 қылып апарасыздар ана жаққа. Менікі уже 23 болды. Келдік. Мына бұрышқа ілмегі алып, рабочий жіп шығарып, қайтадан біреу көтереміз. Осындай немен үсті тоқып 16 қатарға шейін тоқимыз. Не жерде 16 қатар болу керек. 16 қатардың мен 13-ші қатарына келдім. 13-ші қатарын келген кезде қысқартуды бастаймыз 3 қатарын. Бұл жерде мынау іліп алып түбеге көтергенімізді соның түбін бір деп санаймыз. 2, 3-шісіне кіргізіп қысқартамыз. Сөйтіп, мына бетіне шейін барып, о жақтан да сондай қысқартамыз қазір. Мына жерге келіп, мына бұрышына келдік. Енді бұл жерде де мына бұрышын тоқмай, 1, 2, 3-шісіне петлядан шығарып қысқартамыз. Осындайдан қазір 13 болды ма, 14-ші қатар, 15, 16. Почти общий 16 қатар болу, 13-тен бастап қысқартамыз. Мынау енді біз 16-ші қатарды тоқыдық. Мына жермен 16-ші қатар болды. Енді 16-ның мына бетіне қарай өттік. Осы жерден аяқтаймыз. Ең соңғысын. Мынадан іліп аламыз да, бүйтіп шығарып аяқтаймыз. Енді мына жерге қарасаңыз, мына екеуі қосылғанда, мына жақтан мінеке екеуі теңескен жерінен 1, 2, 3, 4, 5 болады. Бұны кейін әлі тоқимыз. Енді мына жерден, мына бұрыштан алып, мына көкпен ақтың екеуі қосылған жерінің төбесі бар. Сол жерден алып, мына қорытынды тіліне қорытынды тоқимыз. Үстіп іліп, мына жерді бір деп, бұл жерде мінеке мынаған 1, мынаусына 2, мынаусына 3. 2, 3. Бұл жерден өрілгенге тоқимыз, өрілгеннің астына тоқимыз. Сөйтіп алма кезек тоқып кете береміз. Төбесіне қарай, арғы бетіне қарай тоқимыз. Осындай емен аяқтаймыз алма кезек. Мына жерді
енді ар жағын бәрін тоқып келдік. Енді аяқтаймыз. Мына жіптен өткіземіз. Сосын аяқтаймыз. Мінекей. Біздікі енді алдымыз дайын. Мінекей. Ертең енді біз мына жақтарымызды тоқимыз, алдын тоқимыз, шетін. Ертеңге де біраз жұмыс бар. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды.